активизге кірем. Если компанияларды алатын болсам, мен криптовалюта емес, просто компания. Мысалға, мынау бізде кешегі негіде пятница күні өскен компаниялар, иә, потребительский циклінес. Мысалы, өсіп жатыр деп есептейік. Мен осының үстіне кіремін. Ішіне кірем карта деген мапске кіреміз. Иә, скрин, мысалы, соған кірдік та, мен уже мына жерден всені таңдаймын. Мен потребительский несін қарайтын болсам, всені таңдаймын да, мына жерден мен маркет кап. Мысалға, рыночный капитализация мен десем, средний более 2 миллиардов, мысалы, 2 миллиардтан жоғары. Мына компанияны таңдаймын. Сөйтем да, мен мысалы мына жерден бағасын қоямын. Маған мысалға қанша доллардың бағасы керек? Мен акцияның құны. Акцияның, компанияның акциясының бағасы. Енді мысалға 20 доллар мен 50 доллар арасы деп қояйық. Маған сосын мына жерде аналитик рекомендация деген бар ғой, мысалы мына жерде купить, сатып ал деп тұрған компанияларды қарай. Мысалы, сонымен осының ішінен мен жаймен істеймін. Қайсысы жақсы поддержкада тұр мысалға, или қайсысы сопротивление. Или болмаса мен мынау рекомендация дегенді мен алып тастай саламын. Мен шортқа да, если лонгқа да қарайтын болсам, мен любойын ашып қарай беремін. Мен жаймен осы жерден өзім таңдаймын. Қандай компания жақсы поддержкада тұр. Бірінші кезде қойған дұрыс шығар деп ойлаймын мен. Жоқ, енді мысалы сіз өзіңіз қойып не алсаңыз да болады, жалпы деп жатыр мысалы. До профессионализмге келгенше. Мен осы жерден жаймен поддержкада ма, сопротивление қай жерде зоналарда тұрған мен көремін. Сондай компанияларды мен жаймен қарап отырамын. Жай осы жерден мысалы көрінеді ғой көзге мысалға деген. Мынау мысалға тем более бәрі сызылып тұр дейсің ғой. Сызылып тұр, бұлар өздері сызып тұрады мысалға деген. Мына жерден не істеп тұр? Линия сопротивлениені бұзды дағаны мүмкін мына жерден поддержка алып жатыр, қарасаңыз. DFH мысалы осы компанияны жаймен қарап көремін. DFH мысалы. Мінекей, мен істеймін, ең бірінші бір апталыққа қоямын. Бір апталыққа қойдым. Бір апталықта картина маған көрініп тұр. Мынау дәл осы тұрған кезде, қазір қарасаңыз не болып тұр? Двойное вершина болайын. Двойное дно болайын деп тұр. Дно болайын деп тұр мына. Бір, екі. Двойное вершина болып кетті мынау. Дно болайын деп тұр, мен мына жерден бастап не істеймін? Төменнен бастап мысалы сызып аламын. Мына қарасаңыз двойное дно. Мынау бізде мына жерден мынау шеясы. Бұл бұзған жағдайда не болады? Келді мына, көрдіңіз бе? Сопротивление. Ең жоғарғы бізде сопротивление мынау тұр. Мен бұны сызып қойдым. Но болған жағдайда паттерн маған не істейді? Бұл болатын, бұл 70% болатындай, өйткені қарасаңыз кешегі күн немен жабылды. Мынау қандай свеча? Молот, мысалға молот. Және мына жақта мәңгелер бізде не істеп жатыр? Жасылар көрініп жатыр. Мысалы мен мына жерден сатып алған жағдайда, если мынау, тем более тренд линия тұр ғой мынау. Соның каналдың, мысалға мынау каналдың үзіксіз ығында тұр. Осыны бұзып бастаған кезде мынан мен смело кірем. Мысалға мына жаққа дейін мен кірсем, мынаған тақамайым. Мынаған дейін кірген жағдайдың өзінде 20% пайда табам. 20% мен осылайдан сызып алам. Мынау менде уже картина түсінікті. Если мынаны бұза алмай төменге қарай құлайтын болса, ол кезде бұл не істейді? Бізде шортқа кетеміз. Қай жерге дейін? Мынау бізде поддержка. Или болмаса оған емес міне. Міне поддержка. Мынау біздегі баяғы сопротивлениеміз, мынау сопротивлениеміз не істеді? Поддержкаға айналды. Мына жерде қайтадан поддержкаға айналды. 10% қанағат маған. Бұл бізде недельныйда тұр. Мен мысалы бұны дневнойға қойған кезде уже картина маған түсінікті. Жаңа недельныйда өскісі кеп тұрды, оны бірақ мына жерде сопротивление не істеді дневнойда? Бұзғыза алмай жатыр, қарасаңыз, бұзғыза алмай жатыр. Бұл қазір мынаған барып соқтықсып, мына жерге келіп сопротивление қайтадан қайтуы мүмкін. Енді менде картина түсінікті. Мен бұл жерде не істеймін? Мен супертренд. Айттым ғой, супертренд деген менде мысалы индикаторым бар. Мен бұны месячная қойып аламын.
бір айлыққа қойдым. Мысалы мен мынаны алып тастаймын, уже мешать етпей ақ қойсын. Супер трендтің менде қарасаңыз месячная мына линиясы деген сопротивление. Ол мынаны бұзғанда мынау деген мощный бұзғызбаудан. Бұзылбайды дейсің. Осыны индикаторды қалай қосуың белгілі ғой. Алып тастау керек мынадан маған, басқа индикатор қоюың керек. Мынаны басасыз. Мынаны басасыз да мына удалить етесіз. Ана жақтан өшірілмейді ғой әйтеуір. Жоқ, ол жерде мына жақта тұрады, мына жақта. Мына волдың астында стрелка тұр ғой. Стрелка тұр. Осыны стрелка. Сосын қайтамын десем, супер трендті мен мысалға деген жаздым. Мына бүйтіп қойсын. Енді мен не істеймін, сызып аламын. Мына басталған уақыты. Бірінші майдан бастап бұл не істеп жатыр? Құлап жатыр, балға. Әлсіреп мысалы құлап жатыр. Мен тура осының үстіне сызамын да, не істеймін? Месячныйда тұр ма? Мен М деп қоямыз. М деп қоямын. Маған уже белгілі бұл менің сопротивление. Сөйтемін да недельныйға қоямын. Недельныйда қарасаңыз не істеді? Июльден бастап поддержкамен өсе бастады. Мен бұны не істеймін? Мысалы мына жерден тұрып. Дәріс біткен күні сол жерге дейін мысалы мен сызамын. Оны мен не істеймін? Жасылға қоямын. Өйткені супер трендтің линиясы жасыл. Жаңа медин алған кезде мынау бізде линия ғой, мына линия, иә? Соны иә, просто мына үстінен былай қара, кеше үстінен аласың дегенге мен үстінен алып нағып қойсам иә. Просто осы басталған уақыттан сызамыз. Басталған уақыттан сызамыз. Мен не істеймін енді? Неделя, Н деп қоямын. Сөйтемін да мен дневнойға қоямын. Дневнойдың да өсіп бастап жатыр. Мен мына басталған уақыт күннен бастаймын да, мына істеймін. Д деп қоямын. Все. Менде уже немнің поддержка сопротивлениелерін белгілі. Месячный, недельный, дневной. Үш сопротивление бар. Енді мысалға мынау өзі кәдімгі сопротивление тұр. Бұл мысалға мынау өскен жағдайда мына жерге дейін мысалы келеді. Болмаса құлайды төменге қарай. Құлап бастаған кезде біздегі поддержкамыз мынау тұр. Біріншісі мынау тұр өзінің мысалға деген шея. Екіншісі мынау тұр. Бұл мысалға қазір мына жерден бастап осы жерден құлап кететін болса, бұл двойная вершина паттерн болуы мүмкін. Если осы жерден құлайтын болса, біз мысалға мына жерден бастап құлайтын болса осы жерден. Біз өзіміз тағы сызып береміз. Мынаны сызып береміз. Сөйтеміз да мен істеймін, мына екі аралық аламын. Сонда осы жерге дейін құлап кетуі мүмкін деген сияқты. Енді болжаймыз. Біз болжамыз, мысалы анализіміз біз жасаймыз. Әзірге біз күтеміз бұны. Бір сағаттыққа қойып көреміз, не болып жатыр екен бір сағатта. Қарасаңыз мінекей. Бұл егерде құлап қайтатын болып жатса, вообще мүмкін даже не болады. Енді біз жан жақты қараймыз ғой. Бұл мысалға қазір келіп құлап, қайтадан келіп құлайтын болса, бұл даже вообще не болып кетуі мүмкін. Бұл бізде бычий флаг болып кетуі де мүмкін. Мысалға деген қазір құлап, осылайынан қайтатын болса, мысалы құлап мынандай болатын болса, мынадан былай келіп, мынау поддержка тұр ғой, осылай келіп, осыдан бастап өсетін болса, бізде уже бұл не болады. Бізде бычий флагқа кетеді. Біз сонда не істейміз? Біз жан жақты қарастырады екенбіз бұны. Осыдан бастап поддержка алатын болса, сонда мына месячный супер трендтің жаңағы несіне сопротивлениесі барады деген сөз. Бұл сопротивление нені алып тұр? Мына жақтарда, мына зоналарда алып тұр. Сонда біз жан жақты есептейді екенбіз көріп. Бірақ дейтрейдингпен кіретін болсақ, осының ішіне кіріп, осының ішінен ақ мысалға жаймен пайдасын тауып жүре беруге болады. Мысалға примаркетте бірақ мына жақта жүр уже. Гэппен ашылып кетті. Гэппен ашылып кетті. Анау автомаркетте мына жақта жүр. Примаркетте енді мысалға деген неғылады, ол мына жерде тұр, мысалы қарасаңыз көресіз бе? Демек бұл бұзық, бірақ қайтуы мүмкін деген жаймен. Осындайларды біз қарап отырамыз. Бұл бізде часовой. Часовойда мәгдей мысалы объеммен кіріп кетті, қарасаңыз. Көресіз бе? 2,60%-ға өсім беріп қазір осы тұрғанда. Біз осының ішінен жаймен қараймыз. Магди burada не болып тұр? Төменгі жағында көк болып тұр. Жоғарыға өсіп Жоғарыға өсіп өсетін потенциалын өсет тұрды бізге.
біз осының ішінен дальше қарай сызып жібереміз, мысалы канал. Каналдың ішінен канал сызамыз. Часовойда. Часовойда. Сөйтіп анализін жасай береміз. Ары қарай 15 минутқа беріп көреміз. 15 минуттан не болады мысалы. 15 минутта өзгеріс жоқ, бетпен ашылған. Біз байқаймыз енді. Либо құлап бастағанда қайтадан шортқа кіреміз мына жерге. Мына жерге келетін болсақ 2.93%. Біз сөйтіп анализ жасап отырамыз. Тамаша. Осының ішіне кіріп, бірақ үлкен таймфреймде біз зоналарын сызып алдық уже, мысалы сопротивление, оның үстінде сопротивление, мынаның астында поддержка, мысалы супертрендті де бұл жерде пайдалануға болады, мысалға если дейтрейдингпен келетін болсақ, мысалы часовойдың несін сызып қойсақ болады, часовой бізде не тұр? Поддержка беріп тұр. Дейтрейдинг неде көрсетіп тұрсыз, супертренд көрсетіп тұрсыз жоғарыға кетіп бара жатқанын? Өсіп баратыр міне. Не шыққан жоқ әлі? Төмен қарай шыққан жоқ. Бір деп қойсам. Бұл бір сағат бізде. Сөйтіп ары қарай дальше анализімізді жасап кіре береміз. 5 минутқа қойып көреміз мысалы. Не болып жатқанда. Не көрді ба? 5 минуттықта супертренд қалай өсіп жүрген. Геппен өсіп кетті. Өстіп біз анализ жасап, соның ішінен уже дейтрейдингпен кіріп қарай береміз. Мен мысалға мына көзіме жақсы көрініп тұрса, егер мен кіретіндей болып тұрсам, уже мен зоналарым жақсы беріп тұрса, мысалы мен лонгқа ма или шортқа, мен уже не істеймін мына DFN-да, DFH мен мысалға мына кіремін. Уже ары қарай зерттеймін бұның фундаменталдысын. Бұл немен айналысады, не болып жатқан, не жағынан болып жатқан. Жаңа компания. DFH мысалы компания. DFH. Яхо финанстан. Яхо финансқа кіре береміз. Бұдан не жаңалық болып жатыр жақын арада. Последний показатель акцентте отражение 9 күн бұрын. Green Finders Homes. Жақын арада бұл мысалға деген жаңалық шыққан 9 күн бұрын шыққан мысалға. Graham. Инвестор Дрейм қалды мысалы 3 ай бұрын. Бұған особо айтарлықтай бір мысалға ондай бір не бермепті мысалға. Капитализациясын қандай қаяқтан көреміз? Капитализациясын арада тұрады. Много ауысып кетті объем. Рыночный капитализация мына 3 миллиард. 3 миллиард доллар. Ары қарай дальше мен істеймін. Мен инвестициям оны қарамаймын, маркет өчтен қараймын. Маркет өчтен несін көремін, мінезін. DFH. Так, маркет. Осыған кірдік, оценка аналитиков. Аналитиктердің оценкасын білеміз, да? Аналитиков білеміз. Соның астына жәймен тартын береміз. Держать дейді. Сатып алуға ешкім деп тұрған жоқ, көрдіңіз ба? Держать деп отыр. Стоп тұрады. Купить деп көбейтсе, мысалы біз не аламыз. Енді мен бензинға беріп көремін. Қайса? Бензинға. Бензинға кіремін да, не болып жатыр мысалы. DFH. Бұл жерде не спекулятивный беріп тұрған. Бұл хороший беріп тұр. Бұл хороший беріп тұр. Мұнаны не істеймін? Қайтадан үлкен таймфреймге бір қараймын. Өйткені маған негативный беріп тұр. В целом сатып ал деп тұр, но бірақ мен мына зоналарды бұзғаннан кейін барып кіремін. Мен мыналарды бұзады, сол кезде барып кіремін. Әзірге менде бұл мысалға деген хотя бы дейтрейдингке кірем, бірақ мынаны бұзып бастаған кезде мына зонаға дейін кірем, өйткені мен істеймін бычий флаг. Мен хотя бы осы аралыққа кіргеннің өзінде мен істеймін 4% пайданы ұстап қалу керек.
мына жаққа дейін барамын дегенше мен уже пайданы ұстап үлгеремін. енді қаншама еңбек істедім мысалы. Мысалы анализ. Мен 5 минутқа шейін оны не қылдым ғой. Жоқ, анализ жасап кіреміз ғой, соның ішіне кіріп дейтрейдингтің өзінде. Если мынаны бұзып кететін болса, төменге қарай мынау дневной супертрендтің негізі. Ол кезде не істеймін, мен шортқа кіремін. Шортқа қараймын. Бірақ осының ішінде мен не істеймін, пайда табу керек. Дейтрейдинг болсын, средний сұраққа енді бір күн, 2 күнге ала беремін ғой мен деген. Осы аралық 1 күн, 2 күн бола береді ғой, 1 күнде болуы мүмкін, 2 күнде. Мен осы аралықта мен жаңағыдай средний сұраққа кіріп пайдамды таба беремін. Дейтрейдингке оның ішіне анау үңіліп ары қарай кіріп мен ала беремін. Ол дейтрейдингке мына жерден құлайтын болса егер де шортқа, сол кезде мен былай кіре беремін. 1%, 1,5%-ге. Средний сұраққа ол мен 4-4,5% ұстау үшін мен жаңағы мынаумен беремін ғой. Мыналарды бұзып бастаған кезде, ол әзірге мына жақта жүр ғой. Былайына келіп, былай келген кезде мен кіре беремін. Или мысалы мынадан құлайтын болса мен шортқа кіремін. Мынау бізде дневной не ғой, мынау дневной поддержка. Супертренд дневной. Ол енді қазір мына жерде тұр ғой, мен мынаны сызып қойып отырмын. Ол қазір гэппен мына жерде өсіп тұр ол деген. Егер өсіп кететін болса, мына жаққа кетеді, мына каналдың ғой. Сопротивлениеге барады. Мынау восходящий каналдың бойымен кетеді мысалы. Құлайтын болса өспей, ол кезде мына жаққа келеді деген сөз. Көрдіңіз ба? Осылай. Каналдың ішінен шығып кетсе, каналды тесіп. Каналды қалай қарай шығады, мен солайынан қараймын. Если құлайтын болсам, мен 4,5%, мысалы 4-5% мен шортқа кіремін былай қарай. Көрдіңіз ба? Қайтадан былай кіремін, қайтадан мына жаққа дейін бару үшін. Мына жерде көп уақыт кетеді ғой, мысалы қайда бір 10 күннің ішінде осы жерде қозғалуы мүмкін. Сол себепті соның ішінде аламын, мен жүре беремін ғой. Бірақ анализді осылай жасаймыз. Түсінікті. Принципе, қатты ондай қиын нәрсе жоқ. Главное, зоналарды сызу керек, каналдарды сызу керек, полностью бәрін көруіміз керек. Бұлай болмай сияқты, қолды үйрету керек. Мынаны жаңағы өзім өткенде айтқандай жаңағыдай мүмкіншілік істеу керек қой. Менде жаңағыдай болмай жатыр ғой сенгенде ондай. Жасау керек қой соны. Иә. Бірақ үлкен таймфреймде мысалға деген былай қарасаңыз двойное дно келе жатыр. Если вдруг болатын болса, көрдіңіз ба? Мынаны бұзатын болса, ол мына жаққа дейін кетіп қалуы мүмкін. Ол мына аралықпен біз мынаны бұзған жағдайда мына жақты біз күтпейміз. Мынау суперттрендтің месячный таймфрейм бар ғой. Сол аралықтың ішінде біз пайда табуымыз керек қой. Мынаны бұзған жағдайда, мына аралықта біз қанша 4-5% пайдамызды алуымыз керек. Көрдіңіз ба? Сосын мынаны бұзып бастаған кезде уже әңгіме басқаша болады. Ол кезде уже ол суперттрендтің кәдімгі зеленый свечасы. Мынау мысалға мынаны бұзатын болса, ары қарай дальше кеткен кезде ол өсет ары қарай. Басқалайынша жасылмен кетіп бара жатыр ғой. Поддержка. Тағы да мына жерге келіп тоқтап бір поддержка алу керек қой мынандай. Мынау негізі қазір өсетін болса, мынадан поддержка алса жақсы өседі. Көрдіңіз ба? Әзірге мына жаққа дейін өсіру керек. Мынаның күші, дневнойдың күші мына жаққа бару керек қой, жету керек. Бірақ ол жете қоймайды енді, недельный мына жақта жатыр. Жай, короче, кетеді ғой. Өйстіп сызамыз. Үлкен, короче, жаңа жілік дегендей ғой. Үлкен бастаймыз, жай, кетіп. Слона как сесть дегенде ғой, по частям. По частям, да. Действительно, по частям болды. Бұл жерде біз жілік дейміз полностью. Айлық, апталық, күндік, майданақ. Суперттрендтің ішінен біз ары қарай кіре береміз. Сосын осының ішінен ары таңдаймыз ғой, көзімізге